Ассаламу алейкум. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді, балдар сүйіп жейтін пигоди тамағын әзірлейтін боламыз. Қыздар, менің каналыма подписация етіп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаймыз. Мен әлі де өз каналымда өзім үйренген мастер-класстардан рецепттер салатын боламын. Енді тамағымызға кірісейік. Осындай жылы су аламыз. Кішкене ыстықтау болсын суларыңыз. Соған тұз, құмшекер, майонез, дрожжымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты жұмсақ болып кетпесін, және де қатты болып кетпеу қажет. Сондай бауырсаққа илеген сияқты қамырымызды илейтін боламыз. Сөйтіп, қамырымыздың үстіне осындай сұйық майды жағып қоятын боламыз. Бетін жауып, мен көбінесе микроволновкаға осылай салып қоям, сонда тез аши қояды. Жарты сағатта осылай қамырым ашыды. Қамырымызды аламыз. Мінекей, өте жақсы ашыған қамырымыз. Енді пиаламызға сұйық майымызды құйып, қолымызды майлап, осындай шариктер жасайтын боламыз. Менде әр шарик 35-40 граммнан болды. Сіздер енді өз еріктеріңізде үлкейтіп істеймін десеңіздер 50 граммнан да алсаңыздар болады. Болмаса 30 граммнан алсаңыздар да болады. Мен ашытқан қамырымнан 48 штук осындай шариктер шықты. Міндетті түрде қолымызды майлап тұрамыз, өйткені қолға жабысады қамырымыз. Сосын столдың үстін майлап қоятын боламыз. Сол майдың үстіне осындай шариктерді саламыз. Сөйтіп, бұл әр шарикті біз дөңгелетуіміз қажет. Әдем болып көтерілу үшін, сосын салмамызды салған кезде әдемі салыну үшін біз осы шариктерімізді дөңгелетуіміз керек болады. Бәрін осылай дөңгелетеміз. Мен сіздерге көрсетейін, қазір қалай дөңгелететінін аламыз да, осылай қолымыздың ортасына салып, осылай дөңгелетеміз. Сол кезде бізде осындай болып әдем болып шарик шығады. Мінекей, біздің барлық қамырымыз дайын болды. 48 штук болды менде пигоди. Енді оның үстін майлап шығамыз. Қазір бетін біз пленкамен жабатын боламыз. Сол пленкамыз жабыспау үшін және қамырымыз жоғарыға қарай көтерілу үшін біз осылай бетін міндетті түрде майлайтын боламыз, қыздар. Енді осы қамырымыз біздің көтерілгенше біз салмасын дайындайтын боламыз. Қамырымыз бір 15-20 минуттай тұру керек. Ең алдымен бізге фарш қажет болады, оны біз өлшейміз. Менде 700 грамм фарш шықты. 700 граммға картошка, пиязды да өлшіп салам. Астында описанияда бәрін қалдыратын болам, қанша грамм қосқандарымды. Мен бұл жерде құйрық май қоспадым, бірақ сіздер құйрық май қоссаңыздар да өте дәмді шығады. Бәрін осылай көбіктеп турап алатын боламыз, картошкамызды, сәбізімізді. Мен бұл рецепті өзім әпкемнен алғам. Әпкем бізде Алматыда Қағанат деген асхананы білетін шығарсыздар. Студент кезде барып тамақ ішетін асханамыз. Сол жерде істейтін еді, сол жер осы рецептпен жасайды пигоди тағамын. Мінекей, тұзымызды, бұрышымызды салып, пісте майды да құямыз. Өйткені қамырымыз бірігу үшін біз пісте майды құямыз. Анау қазір дөңгелектерге фаршымызды салған кезде шашылып кетпейтін болады. Мінекей, біздің бағанағы шариктеріміз әдемі үлпиіп көтерілді. Енді оны осылай теріс қаратамыз. Майлы жағын астына қаратамыз. Сөйтіп, бәрін осылай теріс қаратып шығамыз. Майлы жағын астына қаратып. Мінекей. Енді оның үстіне жаңағы салмамызды саламыз. Енді қыздар мұқият қараймыз қалай бүгетімізді. Міне бір қамырды алып, осылай бір-біріне біріктіріп, сол біріккен қамырға бәрін осылай
жинап шығатын боламыз. Мінекей бізде әдемі пигоди дайын болды. Сіздерге 2-3-еуін көрсетейін. Мінекей 2 қамырды қосам, сосын соған осылай біріктіре беретін боламыз. Қыздар, өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен қазір осы пигодиге қосып жейтін салатты да сіздерге көрсететін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар, қыздар. Мінекей сосын пигодиларды салғанда араларын алшақ қып салатын боламыз. Өйткені бұлар қазір үлкен болып көтеріледі. Осы салғаннан 1,5 есе көтерілетін болады. Сондықтан да пигодиларды жабыстырып қоймаймыз, қыздар. Мінекей біздің пигодиларымыз дайын болды. Енді қайнап тұрған суға пигодиларымызды салып 40-45 минут қайнататын боламыз. Енді салатымызға кірісетін боламыз. Ол үшін бізге пияз, сәбіз, чеснок, болгарский перец, помидор қажет болады. Ең алдымен сәбізімізді осылай тұз салып, жақсылап умаждайтын боламыз. Одан кейін сковородкеге осындай пиязымызды, чесногымызды, болгарскийімізді, помидорымызды салонка етіп турап, оны майда қуыратын боламыз. Холодильникте жалпы не бар, соның бәрін қолдана берсеңіздер болады. Құр пиязбен де істесеңіздер болады, бірақ міндетті түрде жаңағыдай қуыруымыз қажет болады. Өйткені сәбізімізге ыстық май құю қажет болады. Мінекей көкөністердің бәрін осылай турап алдық. Енді осы сәбізіміздің үстіне осы морковча деген приправа бар. Именно сәбізге қосатын, соны қосып, жаңағы қуырылған көкөністерімізді сәбіздің үстіне салатын боламыз. Одан кейін уксус құятын боламыз. 1 чайная ложка. Жақсылап араластыратын боламыз. Одан кейін менің морозильнигімде осындай зелень бар еді, соны да алып қоса салдым. Сіздер свежий қоссаңыздар болады, болмаса көк пияз қоссаңыздар болады. Енді ол өз еріктеріңізде. Мінекей біздің өте дәмді салатымыз дайын болды. Енді осы салатты жаңағы пигодидің үстіне салатын боламыз. Мінекей өте дәмді, жұмсақ пигодиіміз дайын болды. Оны осылай кетчуп майонезбен жесеңіздер өте дәмді болады. Болмаса қаймақпен жесеңіздер де болады. Осындай жаңағы сәбіз салатымызды салып жейтін боламыз. Мінекей бөлген кезде пигодиіміз осындай өте жұмсақ, әдемі болып шығады, қыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.